Ассаламу алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Сіздер бір бас сиырдың орта есеппен жылына 1.600.000 теңге табатынын білесіздер ме? Ол қандай сиыр? Білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен қатар арнамызда мал дәрігерлігі туралы, мал шаруашылығы туралы құнды ақпараттар айтылады. Арнаға жазылып, лайк басып, қазақ тілді YouTube арнаның дамуына үлестеріңізді қосып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Дүниедегі басты сауын сиыр тұқымы Холстин сиыры. Ол дүниедегі әйгілі сауын сиыр тұқымы. Әуелде Голландиядан шыққан. Оның жөн реңі ақ және қара болғандықтан қарала сиыр деп те аталады. Қарала сиыр сүт өнім мөлшерінің жоғары болуымен атағы шыққан. Дүниеге кең таралған болып, әрқайсы ел сауын сиырларын сапаландыруда аса зор ықпалға ие. Кезекте елімізде бағылуы ең көп болған Холстин сиыры немесе будан Холстин сиыры. Бұл тұқым типтік болған сүт өндіру ерекшелігіне ие болып, жетілген сиырды алдынан, жанынан, үстінен қарағанда үш бұрыш формасында көрінеді. Артқы тұлғасы жетілген, желіні үлкен, түзілісі жақсы, желін веннасы жуан әрі ирек, жүндері шалаң әрі жіңішкеде қысқа, серпімділігі жоғары, тері астындағы майы аз, жүн реңінің қарасы мен ағы шекарасы айқын болады. Маңдайында ақ төбелі болады. Мүйізі алдыға төмен, ішке қарай иілген болады. Холстин сиырының бойы биік болып, жетілген бұқаларының дене салмағы 1100 кг мөлшерінде, бойының биіктігі 160 см. Аналықтарының дене салмағы 650 кг, бой биіктігі 140 см болады. Бағу шарт жағдайының ұқсамастығына қарай 305 күндік сүт өнім мөлшері 6000-да 10.000 кг төңірегінде болады. Бұл сиырды бағып басқару біршама күрделі болғанмен, өнім мөлшері өте жоғары. Дұрыс бағып басқарсаңыз, экономикаңызға орасан зор пайда әкелері шындық. Көп адамдар климатқа үйлеспейді деп қарайды. Алайда, ғылыми жолмен дұрыс бағып басқарсаңыз, ондай мәселелер өздігінен шешіледі. Мінекей құрметті көрермен, сіздер жылына 1.600.000 теңге табатын сиыр туралы білдіңіздер деп ойлаймын. Bir мал бақсақта санына емес сапасына қарағанымыз жөн болар. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.